Менің алғашында балалық шаққа саяхат дейтін атпенен кітабым бар. Ол кітапты кейін бастан кешкен дейтін атпенен толықтырып қайта жаздым. Жаңағы сұрағыңызға балалық шағыңыз туралы әңгіме етіп берсеңіз дегенге жауабы осы. Бұл мемуарлық кітап, яғни өзімнің балалық шағым. Ал енді жазушы болсам деген арман, мен өзім сол кітабымда жаздым. Жаңағы 3-4 класстардың тұсында өлеңдер жазатын едім. Яғни сол кезден сол жазушылыққа деген қызығушылығым болуға керек. Ал өнеге ұстатын жазушы деген ол көп. Бірақ менің бала кезімде біраз жазушылардың шығармалары бізге жетіңкіремей жүрді. Оның біраз себептері болды тарихи. Ал ол кездегі біз кітаптарын оқып жүретін жазушылардың ішінен Мұхтар Әуезовті, Ғабит Мүсіреповті, Сәбит Мұқановты, міне осыларды біз өте қызығып оқушы едік. Классикалық әдебиеттен ол кезде қазақ тіліне ауыстырғандар аз болатын. Сондықтан бірлі жарым Қазынаралы, Робинзон Крузо секілді кітаптарды ол кезде енді қолдан қолға тигізбей оқитынбыз. 3-4 сыныптың өлең жазушы еді. Өзі адамның мынау творчестволық өсуі, оның бәрі бір күні бұрын жоспарлануымен болмайды. Мен бір прозаға ауысайын деген жоқпын. Кейін осында студент кезімде бір жағы өлеңді жазып, бір жағы проза жазып жүрдім. Кейін сосын прозаға көбірек ауып кеттім. Оның өзінің енді психологиялық себептері болуға керек. Кейбір материалдар, мысалы мен көбінесе өмірімді жазамын. Соның бәрі өлеңнің көрі мына қара сөзге, детальдарын қалдырмай айтып беруге тіленіп тұрған сияқты болып тұрады. Сондықтан мен өлеңнен көрі прозаға осы менің материалдарға жетіліп алып барды деп ойлаймын. Ал енді менің атым Қожа дейтін өзі жазушы аз жазады, көп жазады. Соның ішінде бір сол жазушының аты аталғанда қоса ойға түсіп тұратын бір шығармалар болады. Менің сол біраз повестарымның ішінде осы Қожаны жұрт көбірек біледі. Бұл өзі көп тілге аударылып кетті. Ал енді осының да уақиғасында, желісінде осы менің өзімнің басыма байланысты нәрселер бар. Бірақ оны енді жаңағы өмірбаяндық кітапта көп болмайды. Қожаның характері сияқты характерді осы менің өзімде кішкене мектепте шулағандау болушы едім. Қазір енді бір пьеса жазсам деген ойым бар. Менің бір шағын повесім бар еді, Қайдасың Гауһар дейтін. Баяғыда журналда басылған, сосын жеке кітап болып шыққан. Соның уақиғасы мені қызықтырыңқырап, соған бір пьеса жазып берсем деген ойдамын. Қазір соны істеп жүрмін. Ал енді одан басқа да жазатын нәрсе болса, ол жазушының шығармасы оқушыға ол әр уақытта мәлім болып тұрады. Сол енді мен айтайын деген.